Құрметті оқушылар, міне 2024-2025 оқу жылы да өз мәресіне жетті. Биылғы жыл жаңа білім беру стандарты, сандық құралдарды кеңінен пайдалану әдістерімен ерекшеленген болатын. Жаңа формат, жаңа қадамдарға бастау алды. Білім ұлы күш. Адамзатты терең ойға кемел білім жетелейді. Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы білімім отаныма. Оқу мақсаты оқушыларды қазіргі заман талабына сай терең білім алуға ынталандыру. Жас ұрпақтың танымдық көзқарасын, ой өрісін, дүние танымын кеңейту, іскерлік қасиеттерін дамыту. Логикалық ойлау, сөйлеу қабілеттерін шыңдау, оқушылар бойына ұлттық мәдени құндылықтарды сіңіру. Мемлекеттік тілімізді сүйе білуге үйрету, туған елін, жерін құрметтейтін саналы, ізденімпаз болуға тәрбиелеу. Адамға ең бірінші білім емес, рухани тәрбие берілуі керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі. Әл-Фараби. Қазақстан Республикасының әнұраны. Ой бөлісу, білімді қазақ баласы деген кім? Патриот, ұлтын сүйетін, өз тарихын, туған тілін құрметтейтін, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан салт, дәстүрін дәріптейтін, ұлттық қадір қасиетімізді арттыруға үлес қосатын саналы тұлға. Туған ел үшін үнемі тертуге қызмет ететін, халқымыздың мол рухани құндылықтарын бағалай білетін асыл тұлға. Жазғы демалыста оқушыларға оқуға ұсынылатын кітаптар тізімі. Жазғы демалыста оқушыларға көруге ұсынылатын мультфильмдер тізімі. Жазғы демалыс кезіндегі қауіпсіздік ережелері. Эссе жазу. Елімнің болашағы менің қолымда. Елімнің келешегі менмін. Мен мектеп ұстаз. Өмірдегі барлық жақсылық білімнен шығады. Білімнің керек емес жері жоқ. Білім саған тоңсаң киім, ашықсаң тамақ, әлсірегенде қуат бола алады. Білімді адамда ақшасы болмаса да жарлы деуге болмайды. Кімде білім мол болса, сол адам ел жұртқа әмірін дұрыс жүргізе алатын сыйлы адам бола алады. Білім сенің болашағың, білім өмір шырағы. Олай болса, болашақта үнемі жарықта жүру үшін білім керек. Білім сенің серігің, өмірлік жолдасың. Білім сенің болашағың. Жазғы демалысыңды көңілді өткізуіңе тілектеспін. Әрдайым ізденісте бол.